Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздер бүгін қазақ тілі сабағынан нәтиже сабақты өтеміз. Яғни оқулығымызда 38-39 беттермен жұмыс жасаймыз. 38-39 беттерде 17-ші қоңырауша берілген. Жыл басынан бері қарай өтілген тақырыптарды қайталау мақсатында біздің не үйрендік сол туралы бірнеше жаттығулар берілген. Осы жаттығуларды орындайық. Бірінші жаттығуға қараймыз. Мәтінді мұқият тыңда дейді. Тыңда деген сөз тыңдалым тапсырмасы. Яғни мен оқимын, сіздер мұқият тыңдаңыздар. Содан кейін астында осы тақырып бойынша бірнеше тапсырмалар ұсынылған, сол тапсырмаларды орындаймыз. Бұл ай қыстың хабаршысы. Бұл айда жердің топырағы тоң болып қатады. Қара суық күшейеді, су бетіне қабыршақ мұз қатады. Күн қысқарып, түн ұзарады. Кей жерлерді қар басады, ал кей жерлерде жауған жаңбырлардың арты қарға айналады. Бұл қай ай? Яғни біз мәтінді оқып болдық. Осы мәтінді біздер бөліктерге бөлуіміз керек, және әр бөлікке ат қоюымыз керек. Қарайық, біріншісі жоспардың біріншісі берілген қыстың хабаршысы, екіншісі тоң болып қатуы, үшіншісі ары қарай тағы да өздеріңіз қалай жоспар құрар едіңіздер. Келесі мысалы қар басуы, қар жаууы, және соңғысында жаңбырдың соңы қарға ұласуы деген сияқты жоспарларды 4-ке дейін, 5-ке дейін жалғастыруға болады. Сосын әр бөлікке ат бересіздер. Бұл ауызша тапсырма, бұл жердегі. Сосын түсініксіз сөздерді анықтауға және олардың мағынасын сөздіктен айқындауға дейді. Міне осы түсініксіз сөздерді мән беріп қарайық. Түсініксіз сөздердің қапталында әр уақытта жұлдызша белгісі тұрады. Жұлдызша белгісі бұл біздің оқулығымыздағы соңғы бетшелерінде сол сөздердің мағынасы туралы айтылған. Мысалы, хабаршысы бұл хабар айтатындығы туралы, яғни уже күн салқындап бастаса, біздердің уже жыл мезгілген өзгергенін бірден байқаймыз. Яғни күннің салқындағаны бұл бізге хабаршы болып есептеледі. Келесі тоң болып қатуы. Осы сөзінің мағынасын, тағы да суық сөзінің мағынасын, мұз сөзінің мағынасын өздеріңіз кітаптың соңынан сөздіктен қарап алыңыздар. Жоспардың көмегімен мәтіннің мазмұнын жаз депті бұл жерде. Сіздер өздеріңіз ауызша мәтіннің мазмұнын ойлап айтсаңыздар болады. Бұны жазудың қажеті жоқ, бұл ауызша тапсырма. Екінші тапсырмаға қараңыздар. Жоспардың екінші тапсырмада мәтінді түсініп оқы, әр мәтінге сұрақ қой, және сол мәтінді қандай түрі екенін анықтайды. Біздерге әртүрлі 3 мәтін берілген. Қараңыздар, бөлек-бөлек. Сол 3 мәтінді оқу арқылы мәтіннің 3 түрі бар дедік. Сол түрлерін тауып, осыны мінекей сіздер жазба жұмысы ретінде аласыздар. Бұл мәтіндердің барлығын көшіру міндетті емес. Сіздер тек қана бірінші мәтін, мысалы әңгімелеу мәтініне жатса, әңгімелеу мәтіні, немесе екінші мәтін сипаттау жатса, сипаттау мәтіні деген сияқты қылып жазасыздар. Мына 3 мәтіннің барлығын көшірудің қажеті жоқ. Және үшінші жаттығу осы жазбаша жұмыс түрінде алыңыздар. Сынып оқушылары күз кереметі қойылымын қоймақшы. Қойылымның шақыру қағазын дайында. Шақыру мәтінін дәптеріңе толықтырып жаз дейді. Мінекей, құрметті ата-аналар, сіздерді үстіміздегі жылдың 10-шы қазанында болатын күз кереметі қойылымына шақырамыз. Қойылым сағат 11:00-де. Енді күні айтылған, сағат айтылған, сол күні сағат, мысалы, қайда күтесіздер? Мысалы, мектеп мәжіліс залында, яғни актовый залда, немесе 12-ші кабинетте деген сияқты кабинетіне дейін барлығын хабарламада білдіреміз. Яғни осы мәтінді дәл осылай бастаймыз да, ар жағын өздеріңіз жалғастырып, 3-ші Д сынып оқушылары деп ашық хатты толықтырып өздеріңіз жазба жұмысы ретінде дәптерге орындайсыздар. Суретке түсіріп, окей өтінішке саламыз.